Маңғыстау Ербекеттің туған жері, кетіріп кіндік қанын жуған жері. Кіндігін қожамолда қолмен кесіп, тамырын тарамыспен буған жері. Маңғыстау Машайықтың басқан жері, қасиет кереметі тасқан жері. Жер жүзін желмаямен жеті айналып ауғанға Асан бейдің асқан жері. Ассалаумағалейкум ардақты Алаш жұрты. Маңғыстау арнасының эфирінде туған жердің тарихынан азық алған алтын қазық хабары. Өздеріңіз байқағандай, бүгінгі сапарымыз Қызан ауылына арналады. Қызан, Маңғыстау ауданының орталығы, Шетпе кентінен солтүстік шығысқа қарай 110 шақырым жерде Бозашы түбегінің шығыс жағында орналасқан, құдықтары көп, тұщы суы мол ауыл. Жер көлемі 10.300 гектар. Маңғыстау ауданының ең шалғай ауылына жататын Қызан туралы алғашқы жазба мәлімет 1832 жылы зерттеуші Григорий Карелин экспедициясының топографы Петр Алексеевич еңбегінде кездеседі. Онда Қызан тұщы суы мол, құдықтары бар жер екендігі жазылады. Екінші жазба дерек 1896 жылға Закаспий облысының орталығы Ашхабадта шыққан. Баянный обзор әскери шолу кітабында Маңғыстауда орналасқан су көздері мен құдықтарын есепке алған. Сол кітапта Бозашыдағы Қызан жерінде 245 құдық бар деген мәлімет бар. Құдықтардың көптігіне қарағанда Қызанда отырықшы халықтың көп қоныстанғанын аңғаруға болады. Қызан ауылы деген негізі елі әуелден келе жатқан бұл мал шаруашылығымен айналысатын ел. Сосын бұл мал шаруашылығы деген тек қана құдықтан суарылды біздің Маңғыстаудың ішінде осы Бозашы түбегінің осы Қызанның айналасының барлығы елі құдықтан суарылды. Құдық көп болды, сулы құдықтар. Сол шаруаға малға неге жай болғасын барып отырған ғой, халық үйсіп, осы жерден кетпеген ешқайда. Міне, қадірлі көрермен, біз қазір Қызан ауылындамыз. Ауылдың басты ерекшелігі тұщы суы мол, құдығы өте көп. Бұл ауылда әрбір үйдің осындай жеке дара құдығы бар. Шамамен 300-400-ге жуық құдық бар. Ауыл Қызан аталғалы, атауына байланысты ақсақалдардың айтар тұжырымдары бар. Елді мекен маңындағы қорымда жерленген Қызажы деген түрікмен әулиесінің есімі берілген дейді көпшілік. Өткеннің сарқын шақтарын теріп, біз де ауыл атауының байыбына жету үшін бұрынғы Қызажы, қазіргі Қызан әулиенің басына бардық. Қызан ауылының Қызан деп аталуы негізі бұл бізден гөрі ертеректе өмір сүрген адамдар айтып кеткен, бірақ бұнда ар жағы ноғайлықтар, сосын түрікпендер болған. Солардан барып біз толық қазақша деп айта алмаймыз, қыз ажы деп айтады. Ал біз сосын оны қазақшалап жаңағы о кезде енді кілеңіне кезең ғой, революциялық кезеңдер, өзгерістер болған кезеңдер, содан Қызан деп айту керек деп қазақшаға солай біздің бұрынғы үлкен кісілерден естіп қалған, құлақта қалғандарымыз. Қызанның көп жылғы тарихында өскен орданың төл перзенттері, мақтана айтатын тұлғалардың есімдері бар. Мұнда жүйрік жырау Мұрын Сеңгірбекұлы мен Түмен Балтабасұлы туған. Кешегі Адай көтерілісінің қолбасшысы, азаттық жолында жауға шапқан Досан Батыр Тәжұлы Қызан топырағында туып өскен. Десе де ауылдың іргесі 1934-1935 жылдар аралығында қаланды делінген. Еңбек Талап колхозының орталығы болған елді мекен бірте-бірте даму дәуірін бастайды.
Бұғабай Мұқырбаев ағамыздың дәл осындай адай жылқысын баптауда тәжірибесі мол. Мен қазір дәл осы адай жылқысын баптайтын Қазан ауылындамыз. Осы адай жылқысымен терең танысу үшін кешегі Франция, Германия, Ресейде өткен бірнеше шақырымдық бәйгеде бас жүлдені қанжығаға байлаған шабандоз Бектастан толық сұрап көрейік. Ассалаумағалейкум. Алейкумассалам. Енді Бектас, мынау жалпы адай жылқысының ерекшелігі жөнінде айтып өтсең. Адай жылқысының ерекшелігі ұзақ қашықтыққа шыдамды, ыстыға, салқынға төзімді. Басты ерекшеліктері осыда, иә? Басты ерекшелігі осыда. Былтыр 2015 жылы Россияда шауып өз өзін дәлелдеген. Бұл тұлпардың аты кім қазір? Бұл Қара Бумер. Қара Бумер. Қара Бумер деген. Қара болған Қара Бумер атауы, иә? 80 қашықтықта бас жүлде жеңіп алған. 80 шақырымда. Бір емес, бір екі рет алған. 80 қашықтықта. Жалпы бұдан басқа, Қара Бумерден басқа тағы да қандай жүйріктеріңіз бар? Тағы Жары деген тұлпарымыз бар, сосын Шабдар Қасқа деген тұлпарымыз бар. Шабдар Қасқамен Францияға барып қатысып келгенбіз чемпионатқа. Ол неше шақырым болды? Ол 160 шақырым болды. Қымбатты көрермендер, домбыраның үнін тыңдаса, ат шабысты көрсе, қаны қозбайтын қазақ жоқ демекші. Жалпы жылқы бағудың артықшылығы әрбір адамға жанның рахат екені осы. Бұл Қызан ауылының ерекшелігі, бұл Қызан ауылындағы адай жылқысы. Қазақ үшін түйе қасиетті мал. Төрт түліктің төресі атанған мал жануарының сүті ем, еті азық, жүні киім, түйе сүті қоректік заттарға өте бай сусын. Бірнеше жылдан бері түйе сауғu кәсіппен айналысамын. 20 түйем бар қарамағымда. Түйені балаша баптаймыз, кейбір асаулар бар ішінде. Табиғи өнім болғандықтан балдарымыз сүт ішеді. Алыстан халыққа сатамыз. Ауылымыздың ажары төртілік мал болған ата кәсібіміз. Ауылдың тоқым қағар жастан өткен кез келген азаматы аттың құлағында ойнайды. Кішкентайлар қала баласындай құнарсыз тамаққа құмар емес. Құрт, ірімшік, бал қаймақ жеп өскен. Ерлерінің иығы қақпақтай шетінен денелі келуі табиғи таза өнім мен таза ауаның арқасы деп түсіндік. Міне, қазақтың дастарханын жайнатқан ауылдың таза табиғи өнімі. Бал қаймағы мен құрты, дәмі, тілі үйрет. Осы қазағымыздың, ауылымыздың ақы дәмі. Шұбаттың кермек дәмін тілей, сағанам іздеп оны, жаным жүдей. Ауылға бара қалсам жаным қалмай, ернім кебірсейді кәдімгідей. Бұл Қызан ауылының мақтанышы. Біздің қазақтың ата-бабамыздан келе жатырған түйе сауып, одан өнген сүт өнімдерін әртүрлі бағытта балғаймақ қылып пісіріп, тәтті қылып, ашымақ қылып, құрт қылып пісіріп, оны шұбат күйінде қазақтың ежелден келе жатқан сусыны, емдік қасиеті өте көп. Осы қазақы өнімдер, мына малдың өнімінен сүт өнімдері барлық шаңырақта бала-шағаның аузында, үлкен адамдардың қолында болса екен деген ниетпенен жасап өндіріп жатқан жағдайымыз бар.
Ата кәсіп жылқы баптау, жарату үрдісін жаңылмай жалғаған ауылдың ауыз толтырып айтатыны көп. Осы ауылда Маңғыстаудың төл дәстүр ғұрыптары сақталған. Алақандай ауылдың адамдары бір-біріне ағайын туыс болған соң, араласым мығым, әңгімесі жарасқан. Шетінен шақпақ тілді, сөзшең, бәрі әзілге жақын, сөз тапқыр. Ауылдағы білім ордасы саналатын Әлібек Жангелдин атындағы мектептің тамыры тереңде. Қолданыстағы оқу орны 1974-1975 жылдары орта мектеп болып ашылды. Заманауи білім шаңырағына айналған орда ұстаздары мен шәкірттерінің аудан, облыс, республика деңгейінде абыройы жоғары. Қызан мектебі оқушыларының арасында дарынды да зейінді шәкірттер көп. Олар білім сайыстарына қатысып, ғылыми зерттеу жобаларында ауыл намысын қорғап жүр. Бүгінгі таңда мектепте 83 ұстаз қызмет жасайды, 456 бала мектепте білім алуда. Жыл сайынғы оқу жылының нәтижесі бойынша мектебіміз өнер саласы бойынша, спорт саласы бойынша өнер дүлдүлі спорт саңлағы деп аталатын арнайы кубоктардың иегері болды. Ауылдағы балалар және жасөспірімдер спорт мектебі жұмысының негізгі бағыты дене шынықтыру және спортпен жүйелі түрде шұғылдануға тарту. Осы бағыттағы жұмыста ауыл жастары да белсенді, салауатты өмір салтын ұстанған жастар жігерлі де қайратты. Қазіргі таңда Қызан ауылының спорты жақсы дамып келе жатыр. Ауылымызда жаңадан ашылып жатқан дзюдо, қазақ күрес, самбо дейтін кикбокс. Енді сол жетістіктерін айта кететін болсақ, мен өзім кикбокс тренерімін. 7 жылдан бері жұмыс жасап жатырмын. Балдарым әлемдік деңгейде жақсы өнерлер көрсетіп жүр. Қазақстан Республикасының чемпионы болды. Қазіргі таңда 30 баладай шұғылданып жатыр сол кикбокс спорт түрінен. Өскеменде өткен Қазақстан Республикасының чемпионатынан 2 балам бірінші орын алды. Одан Италия қаласында, Римини қаласында Италияның соған жолдама алды әлем чемпионатына. Екеуі де 3-ші орын алып келді әлем чемпионатына. Қалдыбаев Бауыржан дейтін шәкіртім бар. Ресейден Анапа қаласынан әлем кубогын жеңіп алды. Қызан спорт мектебі ауыл жастарын ары қарай спортқа шұғылдануға шақырады. Ауылдағы мәдениет үйінде бала жастан өнерге машықтанып, өсе келе ауыл сахнасында шыңдалып, бүгінде елге танымал болған талант көп. Мұнда әнші композитор Марат Сәулебаев, әнші Дидар Мұңалбаев, айтыскер ақын Нұрлан және Фархат Мусаевтар, тележүргізуші журналист Алмас Алтай мен Ақсындар табылды. Сонымен қатар Файзолла Құлмұханов, Жомарт Әміров, Насихат Мұңалбаев сынды ауыл мақтаныштар бар. Талай талантты танытып, тәрбиелеген мәдениет ордасының бүгінгі мақтаныштарының бірі көңіл тапқырлар клубы республикалық жайдарман ойындарының бас жүлдесін жеңіп алған кішкентай ғана тәп-тәттілер тобы. Көрермендерге жақсы таныс. Қызан селолық мәдениет үйінің тарихы тереңде. Бұрын шағын ғана клуб болса, кейіннен 1986 жылы 230 орындық осындай үлкен мәдениет үйін салып берілді. Жалпы мәдениет үйінің алға қойған мақсаттары өте зор. Қазір біздің мәдениет үйінде 6 үйірме жұмыс жасайды, оның 2-і ұжым болып есептеледі да, 4-і үйірме болып есептеледі. 70-тей мүшесі бар. Жалпы мәдениет үйінің алға қойған мақсаттары да өте зор. Ауылдық көлемде өтетін, аудандық көлемде өтетін шараларға белсене араласады. Біздің ауыл іші өнер кеніші дегендей көптеген өнерпаздарға, талантты жастарға бай. Біздің міндетіміз енді соларды ұштап, сыйрықтырып, осындай жарыстарға қосу, ауылдың атын шығару.
2017 жылғы есеп бойынша Қазанда 2040 тұрғын, 338 отбасы бар. Ауылда мектеп, балабақша, аурухана, мәдениет үйі, пошта, кітапхана халыққа қызмет көрсетеді. Тұрғындардың басым көпшілігі Қаламқас, Қарашамбас, Бозашы өндіріс орындарында қызметте. Жалпы Қазан ауылы өзінің бір ерекшелігіменен табиғат жағдайлары бар, басқалай ерекшеліктермен тұрған бір Маңғыстау ауданындағы ең шалғай орналасқан елді мекеннің бірі. Жалпы бұл жердегі халық тұрғылықты халық. Басқа жақтан көшіп келіп жатқан ел жоқ, бірақ көшіп кетіп, мына қала жаққа қарай Ақшұқыр бар, Телманы бар, көшіп келіп жатқан ел бар. Бірақ халық өзінің, яғни ұрпағын көбейту, бала туу жағымен халықтың санын ұстап отыр. Қазір 30-пен ауылымызда жылына 70 бала дүниеге келеді. Жастарымыз спорт жөнінен, мәдениет жөнінен, білім жөнінен, денсаулық жөнінен жалпы біз қай жерден болса да көштен қалып жатқанымыз жоқ, ілгеріміз деп айтуға болады. Сол уақытта елімізді дамыту мақсатында, ауылымызды мақсатында Қызан ауылы жалпы қызметтерін жасай береді деп сендіремін. Түйінде айтқанда ауылдың өзіне тән ерекшелігі мен тарихы бар. Аудан орталығынан 110 шақырым қашықтықта орналасқан Қызан ауылының бүгінгі келбеті міне осындай. Міне, қадірлі көрермен, Қызан ауылының бұрыны мен бүгіні жайында хабарымыз осылайша өрбіді. Ендеше алтын қазықтың келесі санында көріскенше есен сау болыңыздар.